Айбалтам тасқа өтпейді, жамандар сөзі кектейді. Жүрмеймісің құрдасым, Қызылбастың еліне, сенсіз күшім жетпейді. Мен Алматы қаласы Алмалы ауданындағы 39-шы Қожықов атындағы мамандандырылған лицейдің 9-шы сынып оқушысы Масымханова Аяулымын. Өз тарихымызды, өз тілімізді жақсырақ білуге үлкен көмегін береді. Осы жырдың мағынасы қазіргі өсіп келе жатқан ұрпақтың тәлім тәрбиесіне, елін жерін сүюге үлкен үлесін қосуда. Сахнаға шығу, сахнада тұру әдебіне қалыптасады. Екіншіден, орфоэпиялық заңдылықтар бар. Жырды жаттап айтқанда, орфографиялық заңдылық, орфоэпиялық, яғни жырды мақамдап айтуға, әр кейіпкердің образына тоқтайды, әр кейіпкердің образын ашуға дағдыланады. Содан кейін тағы да бір қуантарлық жайт, оқушылардың ата-аналары да бұл сайысқа асқан бір қызығушылықпен қатыстырып отыр.